Kardeşler, spor olmasın durumları. Ben iki canlılıkla sizlerle tanıştırıp geçsem. Oldu öyle. Birinci, bizden Ministerler Kabineti'nin törağası Akıllı Hüseyin Özcaparov'un tezkemesi 2024 yılının 16 yanvarı номер 78 Daliyev жөнінде Қырғыз Республикасының Министрлер Кабинеті жөнінде Қырғыз Республикасының конституциялық мизамының 18 беренесіне лайық Қырғыз Республикасының президентінің Қырғыз Республикасының Скөл облысындағы ұйғарым құқықты өкілінің бірінші орынбасары Далиев Уламбек Эшенович башқа ішке өткендігіне байланышты иелеген қызмет орнынан бошотылсын. Екінші, біздің Қырғыз Республикасының президентінің жарлығымен таныстырып кетсем, Далиев жөнінде Қырғыз Республикасының Конституциясының 71-ші беренесін жетекшілік алып, тоқтам қылам, Далиев Уламбек Эшенович Қырғыз Республикасының президентінің Қырғыз Республикасының Скөл облысындағы ұйғарым құқықты өкілі болып тағайындалсын. Қырғыз Республикасының президенті Сооронбай Жээнбеков 2024 жылдың 18 февралы номер 28. Уламбек Эшеновичті таныштырудың қажеті жоқ болса керек. Жөнөкөй жұмысшыдан тұрмыш жолын баштап, мынакей әкімшілікте де іштеп, сіздерге бірінші орынбасары болып іштеп бара жатқан, мынакей біздің ұйғарым құқықты өкілі болып тағайындалды. Уламбек Эшенович, ішіңізге чоң-чоң игіліктерді қалап тілектірем. Эми жаңағы сөзімді қайталап қойып, мұндай бүгінгі іс-шара менен эми бир 4-5 же 5-6 жылдан келейин. Кесиптештер, сиз туура белгилеп кеттиңиз. Быйылкы жыл айрыкча биз үчүн өтө бул жыл эмес, бир кирешенин бир жакшылыктар жылы болуш керек. Себеби биздин республикабыздын ички продукциясынын көлөмү триллион сомдон ашып аткандан кийин бул жерде биздин регионундагы өзүнүн үлүшү көбүрөөк болуш керек. Ошондуктан биздин милдеттерибиз дагы кыла турган ишибиз да көп. Кечеги менен мен биздин мамлекет башчыбыздын, өкмөт башчыбыздын кабыл алуусунда болдум. Ал жерден да мен тапшырмаларды алдым. Ошол себептен сиздер менен бирге жакшы алгылыктуу иштерди кылышыбыз керек. Албетте баардыгы мыйзам чегинде. Ошондуктан баардыгыңыздарды чын дилиңиздер менен бир муштум болуп, бир команда болуп жакшы иштеп берүүгө чакырамын. Талап катуу болот. Бизден дагы силерден сурайбыз. Себеби биздин регион өзгөчө регион билесиздер, эмне себептен мынакей курорттук туристтик сезону башталган турат мына деп март айында Акылбек Хусейнович айтты. Выездной өкмөт отуруму биздин Скөл областында өтөт, Акылбек. Ошол себептен биз арада даярдык көрүшүбүз керек. Быйылкы жылы 100 иш-чара кабыл алганбыз. Облус боюнча 104 иш-чара. Булардын баарын ишке ашырып, жылдын аягында бир дагы иш бүтпөй калбашы керек. Ар бир тармак боюнча. Ошондуктан жалпы баарыбызга Кудайым ийгилик берсин, элибизге тынчтык болуп, мамлекетибиз өсүп-өнсүн, анын ичинде биз жакшы гана өсөлүк, элибиз ынтымак болсун. Сизге рахмат.